Обламация етіліп қалған класстардың бүкіл видеолар менде болатын. Қанды 15 жоба жасаптық. Ешкім жасамаған немесе жасауға дәті жетпеген жоба болып табылады. Инфо-сығандар көбейген заманда бізде білім жүйесі өте. Сериалдың өзі адамдарды президент болуға дейін итермелеп жатыр да. Медиа саласына да қатты көңіл аудару керек. Сәлем баршаңызға. Бүгін подкасттың бүгінгі қонағы видеограф, кәсіпкер Ықылас Тұрсынбекұлы. Жалпы бүгінгі шығарылымда рэп, поэзия, журналистика және видео әлеміне шолу жасайтын боламыз. Мен жүргізуші Нұрила. Сонымен қош келдіңіз, Ықылас Тұрсынбекұлы. Қош көрдік. Жалпы бүгін подкастқа шақырып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Шынына керек. Қазақ тілді аудиторияға осындай интервьюлар, осындай контенттер шын мәнінде жетіспейді. Сондықтан контенттеріңіз көбейе берсін. Тағы да барлығыңызға сәлем деп айтқым келеді. Жалпы Ықылас Тұрсынбекұлы, әуелі біз подкастты бастамайды. Сізбен танысып өтсек. Менің есімім Ықылас болады. Өзім 1994 жылғы болам. Шыны керек осы күнге дейін негізі оқыған мамандығымыз қазақ тілі және әдебиеті болып табылса да, кәсіп жолында немесе жалпы осы медиа саласында біршама істер атқардық. Енді әрине бір қырып жойып тастағанымыз жоқ, дегенмен қолдан келгенше кішігірім болсын, әупірімдеп әйтеуір жасап жатқан жайымыз бар. Жалпы ақын Ықыластан, жаңа өзіңіз айттыңыз, әдебиет әлемінде болдым дедіңіз, мамандығым осы шығармашылық саласына жақын дедіңіз. Жалпы ақын Ықыластан, видеограф Ықыласқа дейін қандай жолдармен жүріп өттіңіз? Қандай жетістіктермен қуанта аласыз? Енді бұл жердегі нәрсе айналып келгенде адамның ішкі қалауы және қоршаған ортасы және сонымен қатар заманның өзектілігі деген тақырыптардың нәтижесінде өзгеріп отырды. Әркез мендегі таңдаулар және мен айналысқан дүниелер деген секілді. Ең алғаш ол әрине менің өзім қалауым ретінде ақын болып, мектеп кезінен жалпы оқыған мектебіміздің өзі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектеп болды. Ол жақта әдебиетті тереңдетіп оқыдық. Одан кейін Казгуда филология факультетін оқыдық. Яғни қоршаған ортамыз тиісінше, сәйкесінше ақындар болды. Және сол кездегі бала ықылас үшін шын мәнінде бұл бір өте қызығатын, өте сондай бір шабыттанатын дүниелердің бірі болғандықтан кезінде өлең де жаздық, жасыратын жоқ, кітапта шығардық, поэзияны да өрдік деген секілді. Ал енді видеограф Ықыластың ол екеуінің былай айтқанда бір-біріне кедергісі жоқ. Біреуі бұл ақындық кәсіп емес қой, негізі ақындық больше бұл бір хобби секілді, бұл адамның бір ішкі жүрегінен шығып жатқан нәрсе деген секілді. Ал видеограф Ықылас бұл нақты кәсіптің жолын ұстаған, нақты қай кәсіппен болашақта қай салада жұмыс жасайтынын түсінген Ықылас деп есептеймін. Сондықтан бір-біріне кедергісі жоқ. Қазірдің өзінде өлеңдерге тапсырыстар түседі. Эстрадаға көп жағдайда гострайтер ретінде әндерін жазып, әннің сөзін жазамыз, сол секілді тапсырыстар түседі. Яғни қаламымыз неғып қалған жоқ. Бағанағы не дейтін еді, ұшталып тұр, керек болса өлеңде ешқандай кедергі емес, өлеңде шығаруға болады. Соған сәйкесінше видеосын да түсіріп беруге болады. Неліктен видеограф? Енді фотограф болмағандықтан видеограф болар. Енді бұл жерде видео деген нәрсеге мен негізі өзім жастайымнан қызығушылығым болған. Мектеп кезінің өзінде де сыныптастармен бағанағы енді әзілдесіп неғылған кезде мендегі кличка папарацци дейтін. Бәрі себебі ең класстағы бағанағы сабақ айта алмай қалған класстастарымнан бір обламация етіліп қалған класстастарым бүкіл видеолар менде болатын. Всегда менде қолымда телефон дайын тұратын. Әйтеуір түсіріп алып, еще мектептің өзінің чаты болатын. Сол жерге жіберіп, әзіл қылып, соны сөйтіп алып кететін. Сөйтіп класстастармен папарацци деп атайтын. Яғни әр класстасым үшін өзімнің дайын шантаж видеоларым болған. Былай айтқанда содан басталып кеткен деп ойлаймын негізі. Ал одан кейін уақыт өте келе видео саласының өзіме бір ұнаған моменттері болды. Ол дегеніміз 21 ғасырда интернет қалай пайда болды, медиа нарық, жалпы медиа контентте сонымен қарқынды бірге дамыды. Осы орайда өзімнің қызығушылығымды тек қана қызығушылық ретінде қалдырмай, біраз кәсіпке айналдырайық, біраз өнерге айналдырайық деген секілді. Сол үшін осы видеограф саласын таңдаған жайым бар. Жалпы осы салаға келер кезде өзіңіздің мініп жүрген көлігіңізді сатып, оның орнына MacBook алған екенсіз. Жалпы бұндай тәуекелге баруға не себеп болды? Жалпы сізді алға жетелеген қандай сенім болды?
Енді бұл оқиға негізі ол былай айтқанда қараптан қарап болған жоқ. Шын мәнінде мен оқу аяқтағаннан кейін телеарнада жұмыс жасадым. Хит ТВ телеарнасында жұмыс жасадық. Жалпы осы медиа саласына бірден келген жоқпыз ғой. Басында яғни белгілі бір мектеп мені қызықтырды. Ол Хит ТВ болды, одан кейін НТК, КТК-да істедік. Ең соңғы мен жалпы былай айтқанда мемлекеттік тапсырыс ретінде жасаған жұмысымыз бұл осы Қазақстан телеарнасында 24 сағат табиғат құшағында деген бағдарлама болды. Как раз таки сол бағдарламаның аясында біз Қазақстанның 14 облысын түгелдей араладық. Көлікпен, яғни бағдарламаның негізі концепциясы да сол болатын. Қазақстанды аралау, travel контент. Осыған орай Қазақстанның түкпір-түкпірін аралаған кезде шын мәнінде мен дәл сол сұлулықты, сол керемет табиғатты көрерменге объектив арқылы көрсеткім келді. Және мен келе салысымен өзіме түбегейлі шешім қабылдадым. Мен редактор болмаймын, мен журналист болмаймын, мен оператор боламын, мен режиссер боламын. Мен өзім түсіргім келеді деген секілді. Оған дейін мен камераның алдында жүрсем, автоматом былай айтқанда өзім соны осознанно камераның арт жағына өтіп, за кулисами қалып, осы видеоны таңдаған жайым бар. Ал көлікті сату бойынша былай айтқанда ол осознанный, былай айтқанда кәдімгі саналы түрде менің таңдауым болды. Себебі сол кездерде маған көліктен түскен пайдадан гөрі ноутбуктен монтаж жасап түскен пайданың көбірек екенін мен айналамдағы достарымның жасап жүргенін ақ көрдім. Енді студент болған соң таксовать етеміз анда-санда, бірақ қиналып иттеріміз басымызға қапталып бір күн істегенде 10 000 теңге табармыз. А монтажбен 2 сағат отырып 10 000 теңге тапқан кезде әрине ойланасыз. 2 тонналық көлік керек па маған, әлде бағанағы 2 килограммдық ноутбук керек па деген секілді. Және жас көлігімді сатып ноутбук алдым. Сол кезде достарыма да барып, енді сүйіншілеп, неке ноутбук алдым, машинам саттым деп. Бір шамасына сөз естідім, сен басың ара шағып алған, көлікті сатып өсіп ноутбук алама қымбатқа деген секілді. Бірақ айналып келгенде сол ноутбугымыз осы бір киесімен болды ғой деймін. Әйтеуір осы күнге дейінгі жеткен жетістігіміз әркез қасымызда куә. Сондықтан бұл енді сол біз жасаған қадамдардың ең бір бастамасындағы сәтті қадамдар деп есептеймін. Өзіңіз сәтті қадам, алғашқы қадам деп қалдыңыз. Ең алғашқы жобаңыз қалай, және де оның идеясы қайдан туындады, сол туралы айтып өтсеңіз. Ең алғашқы. Одан соң пайда болған жобаларыңыз туралы айтып өтсеңіз. Осы күнге дейін қарасам, енді бастан аяқ жоба деп, егер оның жоба деп атайтындай, нақты толыққанды 15-тей жоба жасаптық. Біріне бір ұқсамайды, оның орналасқан жері, арналған аумағы, кімдерге арналған деген секілді осы тақырыптарда да біраз. Ең алғашқы жобамыз бізде ол ВКонтакте желісінде болған, ол 2014 жылы. Біз қазақ жастары порталы деген сол кезде өзіміз бағанағы портал құрғанбыз. Ол кезде шын керек ЗТБ-ның өзі жоқ кезі. Біз ең алғаш сол бағанағы группаластарымызбен сол нені бастап, сол кезде қазақ жастарына қазақша контент беруге тырысып, орыстан, Ресейдің немесе Американың әзілдерін қазақшаға аударып, өзімізше қазақша аудиториясын қазақша контентпен сусындатқымыз келген еді. Енді сол кездегі білімнің жетіспегендігі болар, немесе сол кездегі тәжірибенің аздығынан болар. Жобамыз ұзаққа бармады. Енді жоба әлі күнге дейін бар, бірақ белгілі бір деңгейде, яғни көштен қалып кетті. Одан кейін қаншама жобалар шықты, олар алдыға өсіп кетті. Біз сонымен сол проектті қалдырған болатынбыз. Бұл енді біздің бір, былай қателеспесем, ең алғашқы жобаларымыздың бірі деп атауға болады. Одан кейін YouTube-та Қаңғыбас деген бізде жоба шықты. Ол да сол 2016-ның соңына қарай шыққан болатын. Бұл жерде де айналып келгенде жобаның атауы немесе жобаның белгілі бір логотипі өзгергенмен, бізде әрқашан мотив өзгермейтін. Мотив ол қазақша контент жасау. Қандай да бір не ашсақ та, қай жерден ашсақ та, атын қалай қойсақ та, айналып келгенде олардың мотиві бір болатын, ол қазақша контент жасау. Яғни шетелдік контенттерді қазақшаға конвертировать етіп, қазақша контент жасау біздің былай айтқанда үлкен бір мақсатымыз болғандай. Енді ағартушылық деп те айтып жатады, бұны бірақ енді қаншалықты ағартушылық екенін білмеймін. Бірақ шын мәнінде қазақ тілді аудиторияға былай айтқанда қолжетімсіз контентті қолжетімді қылдық. Қазақшаға аудардық, өзіміз дубляж оқыдық, дыбыстадық деген секілді. Ол жобамыз сәтті болды.
ол жобамыз қазірдің өзінде сәтті 160 мыңдай тіркелуші жинады YouTube арнасында, YouTube'та. Одан кейін 55 миллион, 60 миллиондай көрілім жинады. Айналып келгенде барлығы осы қазақша аудитория. И осы нәрсе қуантады. Одан кейін де біршама жобаларымыз, уже бастапқы жобалар, ол тек бір былай айтқанда ешқандай коммерциялық бизнес модулі құрастырылмаған, әшейін былай айтқанда жасап көрейік деген жобалар болса, одан кейінгі жобаларымыз ақырындап коммерциялық бағытқа құрала бастады. Сол кездегі құралған қазіргі сәтте ең үздік жобамыз болып есептелінетін Ықылас Фильмс компаниясы да осы 2016-ның соңында, 2017-ның басында құралған болатын. Сол кезден бастап әйтеуір коммерциялық бизнес модулін кішігірім сызып, осы күнге дейін мінекей жобаның былай айтқанда сәтті болғанына көз жеткізіп отырмыз. Және содан кейін де біршама жобалар осы Ықылас Фильмстің арқасында дүниеге келді десек те болады. Жалпы осыншалықты көптеген жобалардың басын алып жүру қаншалықты қиын, қаншалықты оңай болды? Бастапқыда және қазірге дейін. Шын мәнінде бұлар бір әлгі қиындық тудырған жоқ. Қиындық тудырғанда болар, бірақ мүмкін ол уақыт өтіп кеткеннен кейін қиындықты сезінбей қалған шығармыз. Бірақ бұл ұнайтын нәрсе болды ең бастысы маған. Яғни әртүрлі жобаларды ашу, белгілі бір нәрсені жаңадан дүниеге жарыққа шығару, соның упаковкасын, соның маркетинговый ходын, соның бір нарыққа қандай да бір пайдасы бар екендігін көздеп, соған сай бір жұмыс жасау, бұл менің сүйікті істерімнің бірі болғандықтан мен қиын деп айта алмаймын. Тиісінше қиыншылықтар болған шығар, бірақ қиындық тек бір-ақ жерде болды, ол когда осы проекттерді барлығын параллельно, яғни барлығын қаз-қатар алып жүрген кезде қиындықтар болды. Ол себебі бір проектке акцент, фокус қою керек, ал екінші проект, үшінші проект олар жағаласып тұрады бір-бірімен деген секілді. Сондықтан ең айналып келгенде ең соңындағы біздің ой біраз делегировать ету, яғни команда жинау және командаға толыққанда әр проектті өзіне сай өз атқаратын адамға тапсыру деген ой келді, идея келді. Сол идеяның жетегімен мінекей 2 жылдай болды. Қазір делегировать етіп, толыққанда әрбір идеямыздың командада өздерінің топ-менеджерлары бар, сол кісілер айналысады. Біз тек жаңа идеялар болса, сол идеяларды ойлаумен былай айтқанда уақыт өткіземіз. Жалпы жаңа әңгіме барысында айтып қалдыңыз, тоқтап қалған жобалар да болды дедіңіз, иә? Жалпы мысалы, сіз ұсынған тағы бір жоба Дат айтыс, рэперлерді жинаған, қазақша рэпті қолдайтын жоба. Ол да 2020 жыл тоқтап қалды. Ал қазіргі сіздің ең үлкен жобаңыз Ықылас Фильмс уақыт өте келе өзінің ісін осылай жарты жолда қалдырып кетуі мүмкін бе? Қаншалықты оның жоспары қандай алдағы уақытта? Жоспарларыңыз бар ма? Осы туралы айтып өтсеңіз. Өте ұтымды сұрақ. Негізі Дат жобасы жайлы бағана айтпай отырған, өзіңізден осы бойынша сұрақ күтіп отырған едім. Дөп түстіңіз. Негізі Дат жобасы бұл Қазақстанда бұрын соңды болмаған, ешкім жасамаған немесе жасауға дәті жетпеген жоба болып табылады. Және біз оны жасадық. Ол үшін біз ешқашан былай айтқанда ұялмаймыз, арланбаймыз. Бұл жоба қазақ тілді аудиторияға негізі керек жоба еді. Бұл біз жасамасақ та бізден кейінгі жастардың жасайтын жобасы еді. Біз осы жобаны сол жастардан бұрын өзіміз жасап, тарих беттеріне тіпті осылай айтуға да толыққан негіз бар. Тарих беттеріне осындай жобаның бар екендігін қалдырғанымыздың өзіміз үшін бір үлкен мақтаныш. Алайда жобаның неге ары қарай жалғаспады деген тақырыбына келетін болсақ, жоба тоқтаған жоқ. Жоба жалғасын табады, бірақ белгілі бір деңгейде 2020 жылғы экономикалық жағдайлар, жалпы елдегі жағдайларды хабардармыз бәріміз, карантин болды, басқа болды, және белгілі бір деңгейде бізде офлайн кездесу ғой, өзіңіз де білесіз, және бізге бағанағы рэперлардың өйтіп басын қосып, белгілі бір мемлекетке қайшы келетін адамдардың басын қосып, бағана карантиндік шараларды сақтамау әрекеттерінен өзіміз аулақ болдық. Алайда шыны керек, осы орайда Даттың көрермендеріне түсіншілеп қойғым келеді. 2022 жылы, яғни осы жылы Даттың жаңаша форматы, ешкім күтпеген, ешкім ойламаған жаңаша форматы жарыққа шығады деп отырмыз. Әрине бұның бәрі Алланың еншісінде, қаншалықты жолымыз соған түседі деген секілді. Ал енді Ықылас Фильмс жобасы неге Дат құсап жабылып қалу мүмкін бе деген сұраққа алып қарайтын болсақ, бұл екі жобаның о бастағы бағыты да екі түрлі. Біреу коммерциялық жоба, Ықылас Фильмс бұл коммерциялық жоба. Коммерциялық дегеніміз ақша әкелетін жоба. Бұл бизнес. Дат бұл бизнес емес, Дат бұл просто былай айтқанда творческий, шығармашылық жоба. Даттан біз ақша таппаймыз.
дат бізге ұйымдастырғанымыз үшін бізге әлдекімдер келіп датты ұйымдастырып жатыр екенсіңдер деп ақша бермейді. Әрине жарнама алуға болады, былай айтқанда ютубқа жарнама жасауға болады, бірақ айналып келгенде жобаның өзі бұл коммерциялық емес, больше шығармашылық жоба болғандықтан белгілі бір деңгейде осындай араларына пауза тастап жасалып отыр. Енді әрине осы жылғы жобамыз жақсы болып кетсе, мүмкін датта тоқтамайтын болар. Ал Ықылас Фильмс бойынша айтатыным, бұл жоба коммерциялық жоба, және өзінің былай айтқанда фундаментін Қазақстанда, кемінде Алматыда толыққанды қалаған, және былай айтқанда кемінде әлі 10 жыл нарықты шайқайтын жоба деп мен толыққанды айта аламын. Сондықтан жабылудан Құдай сақтасын. Жаңа коммерциялық жоба деп қалыңыз, құпия болмаса қанша табыс табатындарыңызды білсек бола ма? Жалпы менің бе әлде компанияның ба? Жалпы компанияның. Ол жақ енді компанияның әрине құпия емес. Компанияныкі ол айлық оборотымыз 10 миллион, 15 миллион, бұл біздің бір айда жасайтын обороттарымыз. Ал сезон кездері бар, сезон емес кездері бар. Бірақ енді орташа есеппен 10 миллионның төңірегінде деп айтсақ болады. Бұл оборот, табыс емес. Жалпы алдағы 10 жылға қандай жоспарларыңыз бар? Жаңа алдағы 10 жылда жабылмайды Ықылас фильм, осындай планымыз бар деп қалдыңыз. Қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы уақытта сіздердің оқырмандарыңыз бар, көрермендеріңіз бар. Оларға қандай қуанышты жаңалықтармен бөлісе аласыздар? Ең бірінші енді бұл коммерциялық жоба дегенмен, егер осы коммерциялық жобаның ішін бетіп ашып қарайтын болсақ, бұл айналып келгенде шығармашылық жұмыс, айналып келгенде шынымен, потому что бұл қарапайым бір, например, біз құрылыс компаниясы емес, біз елдердің үйін салатын дегенмен, енді ол кісілерді өз жұмыстарын шығармашылық жұмыс деп есептейтін шығар, алайда біздіңкі бұл нақты интеллектуалды еңбекпен жасалатын, мимен жасалатын, адамның ішкі шабытымен туындататын жұмыс болғандықтан, біздегі командадағы әрбір бағанағы адам, әрбір қызметкер ол осыны сезінеді. Яғни өзінің жай просто қолына камера ұстап жүрген емес, яғни толыққанды сол камера арқылы сапалы дүние беру керектігін сезінеді. Және идеяларымыз, жоспарларымыз өте көп. Барлығын бірдей енді жарыққа шығара бергенде ол жүзеге аспай жатып қаншалықты дұрыс болады екен, бірақ енді мақсатымыз шетел әрине. Себебі видео саласы бұл шетелдің кез келген мемлекетінде емін-еркін түсірілім жасай алатын, яғни Америкаға барсаңыз, Европаға барсаңыз да түсіріп жүрген осы камералар, осы техника, осы құрылғылар, осындай үрдіс, осындай метод жұмыс жасаудың. Сондықтан біз Қазақстаннан егер өзіміздің біліктілігімізді қазір командамызбен арттырып жақсы деңгейге жетіп жатсақ, біздің әрине ары қарай алатын белесіміз ол шетел. Ол Европа, ол Америка, ол Африка деген секілді. Яғни әлемді көрсеткіміз келеді. Қазақстанның атынан шығып, әлемнің үлкен-үлкен жобаларын, үлкен-үлкен киноларын, сериалдарын болмаса, үлкен шоуларын деген секілді біз таспалағымыз келеді. Және сол таспалау арқылы бұл жігіттер, Қазақстаннан шыққан жігіттер, сол жақтың тумалары деп ертең әлемнің әрбір жерінде өзіміздің атымызды танытқымыз келеді. Мақсатымыз енді осындай, қысқаша. Іске сәт, жалпы енді әрі қарай кішкене серікту сәті болсын, сізге қазір мен екі таңдау, соның біреуін таңдау керек болатын сұрақтар қоямын сізге. Жарайды. Кофе немесе шай? Шай. Бала немесе немере? Бұл сұрақты қойған себебім, сіздің инстаграм парақшаңызда өзіңіз жасаған жобаларды бала, немере деп бөлген екенсіз. Бала немесе немере, қайсысын таңдар едіңіз? Бала әзірге, сосын немере. Ақын немесе видеограф? Видеограф. Жалпы соңыңызда елесіп келе жатқан ізбасарларыңыз, яғни жас продакшнға, осы мобилография саласын таңдаған жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді шыны керек, біз бір нәрсе қуантады, ол қазір сәтте Қазақстанда мобилография саласы өте қарқынды дамып жатыр. Жастарда креатив бар, жастарда амбиция бар. Бір нәрсе жасағысы келеді, көрсеткісі келеді, болмасаң да ұқсап бақ деп Абай атамыз айтпақшы. Оларда бағанағы мысалға біздің елден мықты режиссерлар шығып жатыр, Айсұлтан секілді шетелге барып түсіріп жатқан. Олар да соны көріп, не мүмкін екен ғой, бұл да қазақтың баласы ғой деген секілді, яғни талпыныстар жоқ емес. Десе де біз бір нәрсені түсінбей жатырмыз, яғни жастар бір нәрсені дұрыс түсінбей жатыр. Тек қана түсіру жеткіліксіз.
тек қана түсіре алу бұл жеткіліксіз. Адамға түсіре алудан бөлек өз-өзін презентовать ете алу, клиентпен толыққанды дұрыс ақпарат бере алу, клиентпен сөйлесе алу, бағаларын клиентке презентовать ете алу, сол бағаны сата алу, өз-өзін упаковать ете алу деген секілді, яғни қыруар білу керек нәрселер бар. Біздіңкілер оған қатты мән беріп жатқан жоқ, тек түсіре алады. Сол үшін қазір нарықта өте керемет талантты видеографтар көп, бірақ олар өздерінің құнын білмей жүргендер біршама. Яғни өздерінің қанша бағаға татитынын олар өздері білмей жүргендер өте көп. Яғни бұл жердегі мәселе айналып келгенде адам өз-өзін түсіре алумен қатар өз-өзін ұсына алу да керек. Егер түсіре алып тек скромный болып бағанағы не қылмайтын болса, бұл қате болады негізі. Өз-өзін көрсете алу керек, өз-өзін ұсына алу керек клиентке деген секілді. Ал енді продакшн ашам болашақта дейтін жастарға да айтарым, дәл осы продакшн ашу саласында жасыратын жоқ, Қазақстанда дәл қазіргі сәтте жалғыз эксперт өзім. Мобилографияны үйрететін эксперттер бар, видеоға түсіруді үйрететін эксперттер бар, клип түсіруге, кино түсіруге, монтаж жасауға үйрететін эксперттер баршылық. Ал шын мәнінде продакшн ашу бұл осы жалпы өнер деп келген нәрсені кәсіпке айналдыратын нәрсе да. Әйтпесе негізі қарапайым видео түсіруге бір жігіттерге барып, кез келген видеограф жігітке барып, бұл сен үшін өнер ме, кәсіп пе десе, олар айтатын өнер дейді. Бұл мен хоббим, бұл мен ақша табатын нәрсем дейді. Yani бизнесім деп айтпайды, кәсібім деп айтпайды да. Ал осы орайда продакшн ашу бұл өнерді кәсіпке айналдыратын нәрсе. Себебі, когда сіз продакшн ашасыз, немесе белгілі бір деңгейде продакшнның басын құрап команда жинайсыз, команданың ол басында болу міндетті емес, яғни сол команданың белгілі бір мүшесі болған кезде, когда бір емес бірнеше адамнан құралған бір команда және жалпы алдарыңызға қойған идеяларыңыз сол бір адам емес 5 адам, 6 адам ойланып жасайтын болса, бұл әрине жалғыз адамнан қарағанда әлде қайда жылдамырақ даму мүмкіндігіне ие боласыз. Абайдың өзі, абай емес қателеспесем, қазақтың несінде бар ғой, бағана жалғыздың ат шықпайды, жаяудың шаң шықпайды дейді. Бұл да осы шынымен 21 ғасырда успешный, яғни табысты болам деген жанға міндетті түрде бір залог успеха деп атауға болады. Марғұлан Сейсенбайдың өзі айтады, табысты болудың 4-ші заңдылығы бұл командада болу. Командаң болу немесе командада болу. Яғни сен қасында единомышленниктер, бірге ойлана алатын адамдарың болса, сен солармен бірге отырып өзіңнің идеяңды талқылай алатын болсаң, және сол талқылау барысында белгілі бір жаңа шешімдерді қабылдай алып, сол шешімдерге сай әрекеттер жасайтын болсаң, бұл сені де, сенің жаныңдағы адамдарды да алдыға сүйрейді. Өзің жалғыз істеген кезде адамда андай болып кетеді. Тіпті ненің дұрыс, ненің бұрыс екенде шатасып кетуі мүмкін. Себебі сыни көзқарас жоқ. Сен өзің ғана өз-өзіңді сынай алмайсың. Майшамның шамы өзінің түбіне түспейді дейді. Сырттан сенде команда болған кезде сен кез келген нәрсені ортаға салып жүресің. Қанталапай секілді ана жерде сол кез келген проекттің қай жері дұрыс, қай жері қате, соны жағында сол бойынша ақыл кеңес алуға болады, ақыл кеңес беруге болады. Сол үшін қазір сәттен жасыратын жоқ, бізде коучингқа ақырындап неки жастар қабылдап жатырмыз. Біздің енді мақсатымыз коучинг пен менторство көбейген заманда, инфо-сығандар көбейген заманда біздің де бүйтіп шыққан бағанағы бағытымыз кейбіреулер үшін тағы кезекті бір инфо, былай айтқанда жалған ақпарат деп ойлауы да мүмкін. Алайда мен бір нәрсені нақты айта аламын, біз беріп жатқан ақпаратқа сай бізде бэкграунд бар, бізде Classfilms компаниясы бар, біз осы күнге дейін құрған. Яғни біз басқа нәрсені үйретпейміз адамдарға. Біз қалай табысты болу, қалай бағанағы инфобизнеске кіру деген нәрселер біздің сала емес, біздің нақты саламыз. Бұл қалай видео продакшнда жұмыс жасау, қалай видео продакшн құру, немесе қалай видео продакшнның бағанағы темпераментімен жұмыс жасау деген тақырыптарға жауап бере аламыз. Және кез келген бізге келген шәкірттерді андай ғой, адамдар жалғыз жүреді, өзі жүреді, и адамда өзіне сенімсіздік азаяды. Когда адам белгілі бір командаға келіп, сол команданың бүкіл амбициясын сезініп, бүкіл бағана энергетикасын сезінетін болса, сол 5-ші адамның өзі сондай энергетикаға толы болады. Қарапайым қиярдың өзін бағанағы соленый тұзды қияр салынған банкаға салып жіберіп 3 күн қойса, ол да тұзды қияр болып шығады екен да. Сол секілді, яғни біздің қатарымызға қосылып, бізбен бірге күні-түні дамып, бізбен бірге проекттерге бірге шығып, біз ішкі бизнесімізде кухняда біз қалай жұмыс жасаймыз, соның барлығын көргісі келген жастар болса, әрине есігіміз ашық. Енді ол жасыратын жоқ, коучинг бұл тегін болатын нәрсе емес, және бұл арзан да емес. Сондықтан
егер шын мәнінде өзіме инвестиция құямын, өз біліміме инвестиция құюға дайынмын, Ықылас Фильмс компаниясымен бірге дамып, ары қарай болашағымды осы жігіттермен бірге елестетемін деген жастар болса, жігіттер болса, қыздар болса, біздің есігіміз ашық, былай айтқанда. Келіңіздер, көріңіздер, өздеріңіздің білімдеріңізді дамытыңыздар. Және мынау онлайн қазір көп болып кетті, байқасаңыз. Онлайннан гөрі негізі офлайн білімнің өзі біршама жақсы адамдарға. Себебі онлайн белгілі бір деңгейде адам өзі би өзі қожа ғой, сабақты көрсе де, көрмесе де өзі отырады, сатып алғанмен көрмей қалуы да мүмкін. Офлайнға келген кезде ол көрмеуден, біздің ақпаратымызды үйренбеуден ұялады. Себебі қанша дегенмен қасында біз жүрміз, ол енді бізге келіп сонша ақша төлегеннен кейін біздің компанияның ішіне келіп ештеңе үйренбей бос отырмайды ғой. Үйренеді, көреді, қарайды. Яғни біз оны адаптивный форматта, сондай өзінің адаптивный форматта біз оларды уже іске салып тастаймыз да. Адам мүмкін басылып келуі мүмкін, адам мүмкін ештеңе істей алмайды, қолынан ештеңе келмей келуі мүмкін, алайда ол біздің қасымызда жүргеннен кейін өзінің қалайша өзгеріп кеткен, өзі түсінбей қалатындай, көрсеткіш өзі түсінбей қалатындай, сондай бір дәрежеге жеткізгіміз келеді шәкірттерімізді. Сондай ойымыз бар. Жалпы сөз барысында айтып қалдыңыз, жаңа осы коронавирус басталғалы, пандемия басталғалы, көбінесе білім жүйелері, жекені, коучингтердің өзі онлайн жүйеге көшті деп айттыңыз. Жалпы қазіргі таңда онлайн коучинг те бар, офлайн коучинг те бар. Жалпы бұл екеуінің пайдасы қаншалықты тиіп жатыр сіздердің салаларыңызға? Енді шын керек, 2020 жылдың наурыз айына дейін бізде толыққанды продакшнда ешқандай білім беру платформалары болған жоқ. Біз яғни білім беруге бізде уақыт болған жоқ. Біз сол заказдарымызбен, бағана заказдарымыздың көптігінен соншалық біреуді алып кел сені үйретейін дейтіндей бізде мүмкіндік болған жоқ. Март айында, наурыз айында өздеріңіз білесіздер, карантин қалай басталды, бізде де ақырындап осы моментте сәл-пәл саябырланған уақытта заказдардың шәкірттерге үйретейік деген секілді ой болды. Алғашқы курстар жасадық, смартфон 100% қолдан атты курс жасадық. Сол курстың өзінде 3000 шәкіртке оқыттық. Алғашқы бағалары қымбат болған жоқ, 10 000 теңгеден небәрі смартфон 100% қолдан деген курс жасадық. Одан кейін шебер мобилография мен миллион деген курстар жасадық. Бас аяғы енді 7000-дай шәкірт оқыттық. Және осы бұл енді мобилографияның деңгейінде болды ғой. Ал одан кейін ақырындап біз мобилография деңгейінен шығайық деп біз видео саласына, яғни продакшн саласына қатысты лям продакшн деген курс жасадық. Ол онлайн курс болды. Сол офлайнға келе жатырмын ғой. Онлайн курс болды, ол курста жақсы болды. Шәкірттер оқыды, ол курста қателеспесем 170-дей шәкірт оқыды. Енді барлығы бірдей жақсы результат көрсетпегенімен 80% ол жерден жақсы нәтиже көрсете алды. Яғни толыққанды өздерінің упаковкасын қоя алды. Қазір сәтте былай айтқанда нарықта өздерінің орнын ойып тұрып, орын алатындай видеограф, фотографтарға айналды. Ал енді осы салада біз осы орайда офлайн неге жасап көрмеске дедік. Себебі ол баста біз тек Қазақстанға, барша Қазақстанға үйрететін болсақ, енді офлайн кім Алматыда, кім Алматы қаласында, сол жастарға былай айтқанда кәдімгі офлайн кездесіп, күнде бірге осылай жұмыс жасасып үйрететін деңгейге де жеттік. Ондай да топтық коучинг қадам алған болатынбыз. Және осыдан қателеспесем 4-5 ай бұрын біз жеке коучингқа шәкірт алдық. Жеке коучингтің сол кездегі бағасы бізде 2 миллион теңге болатын. Және бізден Атырау қаласының сонда азаматы, фотограф, видеограф, өзі сондай талантты жігіт болды, Әліби деген. Сол жігіт неке сол коучинг сатып алды. 2 ай көлемінде біз оған толыққанды осы күнге дейін жинаған барша білімімді былай айтқанда жіпке тізгендей қылып үйреттім, көрсеттім. Әр запросымен, әр бөліммен жеке-жеке жұмыс жасадық. Және қазіргі сәтте осы кеше ғана хабарласып тұр. Шетелден тапсырыс алған екен. Түркияға кәдімгідей үлкен ақшамен Түркияға съемкаға бара жатыр екен. Былай айтқанда айналып келгенде өте қатты қуандым, себебі белгілі бір деңгейде мүмкін сол менің берген білімнің де пайдасы болар деп ойлаймын. Клиентпен қалай сөйлесу, клиентке қалай презентовать ету, клиентке қалай осы нәрсені сату керек деген секілді. Және түсірілімнің өзі болды, түсірілімді қалай түсіру керектігін айтпағанның өзінде, яғни түсірілімге дейінгі моменттер ғой енді бұл. Соның өзінде кәдімгі қатты қуанып жатырмыз. Сондықтан жеке коучингтен де негізі пайдасы жақсы, себебі бір адаммен жеке жұмыс жасағаннан кейін ол адамнан результат шықпауы ол кемде кем. Ал егер
топтық коучинг болса, ол да жақсы. Топтық коучингтің бір жақсы жері адамдар бір-бірімен пікір алмасып, бірі түсінбей қалған жерін бірінен сұрап деген секілді. Яғни 10 адамдық, 5 адамдық топтық коучингтер болады. Соларға да қатысса, бұл да белгілі бір деңгейде оларға level up, яғни өзінің осы жүрген деңгейінен ол міндетті түрде екінші бір деңгейге шығады. Адамдар қорқуы мүмкін, мен берген ақшамды ақтай алмай қалам ба, мен ештеңе үйренбей қалам ба, ертең нәтиже шығармай қалам ба деп. Ол айналып келгенде біз ешкімге гарантия бермейміз, сен нәтиже шығарасың деп. Адамның бәрі өзінен ғой, жүрегі ішінен. Егер қолы іске жарайтын адам болса, ол бізден по-любому жаңа білім үйренеді. Тек сол жаңа білімді жүзеге асыра алса болғаны. Мәселе осы да. Яғни білімді біз береміз, шайнап береміз оған. Тек соны трансформация ретінде өзі ары қарай қолдана алса болғаны. Қалғанның барлығы ол бізден. Біз оны жасауға, былай айтқанда, үйретуден қашпаймыз, үйретуге дайынбыз. Жалпы осы сіз үйреткен білім бойынша табысты шәкірттеріңіз бар ма қазіргі таңда? Және де олармен әлі күнге дейін байланыс орнатып, оларға әлі де ұстаздық, тәлім тәрбиеңізді жалғастырып жатсыз ба? Иә, енді жасыратын жоқ. Былай айтқанда 7000-дай шәкірт оқыттық, соның бір шамасы қазір кәдімгідей көз алдымызда, күнде көріп жүреміз өзіміз. Қазір көптеген блогерлардың, немесе кәсіпкерлердің майблографтары болған, немесе видеографтар болған, бірнеше жігіттердің өзімен тіпті жақсы жұмыс жасайды, жақсы таланты бар ау деген жігіттердің өзіміздің командаға тарттық мысалға. Бізбен бірге жұмыс жасасын деп, қазір сәтте біздің командада жұмыс жасап жатыр. Мінекей даже осы сұхбат түсіріп жатқан жігіттердің ішінен де мінекей өзіміздің шәкірттеріміз бар, оқып, сабақтан кейін ары қарай сабақ курс біткеннен кейін сіздерге жұмысқа тұрайын, осы жақта жұмыс жасайын деп өзінің бір бағанағы несін білдіріп, ілтипатын білдіріп келіп жатқан да жастар бар, былай айтқанда. Сондықтан бұл айналып келгенде адамның өзіне байланысты, бірақ табыс жағынан тауып жатыр. Бірақ біздің үйрететініміз ол ақша табу емес қой. Біз бірінші видеографияға үйретеміз, видео түсіруге үйретеміз. Ал ақша ол екінші мәселе біз үшін. Бірінші ол егер өзінің жұмысын сапалы атқара алатын болса, камерамен әдемі нәрсені туындалап алатын болса, ертең ақша табу проблема емес. Оның ертең портфолиосы бар, ертең оның кейстарын инстаграмға салады. Түсіне білген адамға ол ертең бағанағы жерде қалмайды ғой, былай айтқанда. Жалпы қазір қоғамға негізі технokraттар қажет деп жатады. Жалпы қазір жоғары оқу орнындағы мұғалімдерден де естіп жатамыз, қазір шәкірттеріміз көбінесе осы жекелеген курстардан білім алып, көбінесе сабаққа келмей сол жаққа қарай бағытын ауыстырып жатыр деп айтып жатады. Жалпы бұл тұрғыда сіз не дейсіз? Бұл пікірге сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы шәкірт жоғары оқу орнында қандай болу керек? Және де осы курс үйрену барысында қандай болу керек? Негізі білесіз бе, неге бізде Қазақстанда курстар қаптап кетті? Себебі бізде білім жүйесі өте әлсіз, жасыратын жоқ. Мысалға Европада, қарапайым Финляндияда алып қарайтын болса, ол жақта ешқандай курстар жоқ екен. Адамдарға курстар, біреу курс оқысаңыз, зачем дейді екен да? Себебі барлық сол курстар мемлекет тарапынан тегін жасалады. Кез келген саланы видеоны үйренгісі келсе, мемлекет жасап қойған ондай курсты. Барады, мемлекеттің курсына жазылады, оқиды, үйренеді деген секілді. Ал бізде білім жүйесінің соншалықты әлсіз болғандығының нәтижесінде инфобизнесмендер, инфокәсіпкерлер, білім беретін кәсіпкерлер көбейіп кетті. Бұл өте жақсы, негізі көбейген. Әрине ол сапалысы бар, сапасызы бар, ол мәселе ол жерде емес, мәселе сондай курстардың пайда болғанында. Және егер оқитын адам пайда болмаса, олар да көп пайда болмайтын еді. Бірінші бұл сұраныстан кейін өндіріс қой. Адамдарда бірінші сұраныс пайда болу керек, сосын өндіріс шығады. Демек, қазақтың жастары білімге құштар екендігін білдіреді. Егер қазақтың жастары бұндай білімге құштар болмағанда, сондай нәрселер үйренуге талпынысын білдірмегенде, ондай инфобизнесмендер де көп болмайтын еді. Айналып келгенде енді ол шәкірттердің өзінің таңдауы, себебі мысалға біз филология мамандығын аяқтасақ та, сол кездегі біз аяқтаған жылдардың өзінде 60-70% өз мамандығымен жұмыс жасамайды. Қазірдің өзінде жастар өз мамандығын аяқтайды, бірақ басқа мамандықта жұмыс жасайды. Бұның өзі, пока олар ескі мамандықты таңдап өздерінің мамандығын үйреніп шыққанша, қоғамда басқа нәрселер актуальны болып кетіп жатыр. Немесе өзінің мамандығымен пока ол белгілі бір жылы жұмсақ креслосына отырғанша, белгілі бір айлар, жылдар өтіп кетіп жатыр, және 80 мың, 60 мың, 100 мың теңгелік жалақыға бастапқы кездегі, яғни өз мамандығымен істейтін, оған ешкімнің былай айтқанда, қазіргі сәтте оған өмір сүре алмайды, жасыратын жоқ. Сол үшін жастар амалсыздан басқа мамандықтарға ойысып жатыр. Бірақ бұл да дұрыс шығар, бұл да керек нәрсе шығар, себебі Қазақстанда қазір технократтар көбейсін деп жатыр.
техникалық мамандықтардың дамығаны өте жақсы әрине, бірақ белгілі бір деңгейде медиа саласына да қатты көңіл аудару керек. Себебі медиа саласы бұл кез келген, даже қарапайым соңғы болып жатқан жағдайлардан ақ байқадық қой. Ресей мен Украинаның арасындағы соғысты Ресей жеңіп жатса да, медиа соғысты Украина әлдеқайда жеңіп қойды. Қарапайым осы медианың арқасында, қарапайым видеоның арқасында деген секілді. Бұның өзі осы медианың күшінің мықты екендігін білдіреді. Қарапайым Зеленскийдің өзіне алып қарайтын болсақ, енді саясатқа кетіп қалмайық, бірақ дегенмен президент болуына бірден бір септігін тигізген ол «Слуга народа» сериалы ғой. Көрдіңіз ба? Яғни сериалдың өзі адамдарды президент болуға дейін итермелеп жатыр да. Бұның өзі үлкен прогресс, бұның өзі үлкен бағанағы халықты дайындау. Мен президент болам, 10 жылдан кейін пока мына сериалды көре тұрыңдар деген бұл үлкен бір прогресс. Халықтың да ертең сол президент қылып сайлауының өзі сол сериалға деген бір көп көргендігінен ғой айналып келгенде. Сондықтан медиа саласы бұл үлкен күшті сала. Егер біз ертең әлемдік нарықта өзіміздің былай айтқанда көк туымызды желбіретіп ұзақ мерзімге жұмыс жасағымыз келсе, медиа саласында жұмыс жасайтын жастар да бізде көп болу керек. Сондықтан бұл технократтан еш жері кем емес. Технократ болып бағанағы барып мұнай қазып жатпасақ та, осы камералармен түсіріп жүргеніміздің өзі бұл технократ мамандығының бір бөлігі деп айтсақ та болады. Техника ғой себебі. Жалпы жеке бренд қалыптастыру үшін қанша жыл еңбек еттіңіз? Қанша тер төгілді осы салада? Қалай еңбектендіңіз? Мен шын керек айта алмаймын, мен толыққан жеке брендім қалыптасты деп жасыратын жоқ. Себебі жеке бренд деген нәрсе бұл бір шектелетін нәрсе емес. Яғни жеке бренд қалыптастыру жолында жүргенде шығарымыз мүмкін. Алайда әр кез келген жоба, әр менің тарапымнан, менің авторлығымда жасалған кез келген жоба менің жеке брендімнің дамуына белгілі бір үлесін қосты. Айтарлықтай бағанағы сол ВКонтактедегі қазақ жастары порталынан бастайтын болсақ та, Қаңғыбастан, Даттан да, Ықылас Фильмистен, одан кейін Талпын онлайн білім академиясы деп аштық. Соның әрқайсысы белгілі бір деңгейде біздің жеке брендімізді дамытуға септігін тигізген жобалар болып табылады. Сондықтан жеке брендімді қалай дамытамын деп жүрген жастар болса, оларға айтарым, өзінің белгілі бір сүйіктісін таңдау керек адам. Мен мына нәрсені жақсы көремін деп, соны түбіне дейін бағана тамшы, тама тас деседі дейді. Егер тамшы болып тама берсе, ертең жеке брендін қалыптастырады. Қазіргі мысалға осы жағдайда жеке брендтің құзыреті ретінде мен сіздерге Ресейдегі болып жатқан жағдайларды айтайын. Себебі фотограф, видеограф, таныс жігіттер бар, сол жақта біршама хабардар, дос болмасақ та таныс болып бағанағы не қылатын. И сол кісілердің көбінің айтатыны, қазір оларды әлеуметтік желі барлық жабылып қалған кезде оларды құтқарып тұрған тек жеке бренд қана. Себебі осы күнге дейін Инстаграм желісінде жеке брендін құра алған жандар Телеграмға, ВКонтактеге кіріп өзінің жеке бренді арқылы тағы да сол кезіндегі Инстаграмдағы аудиторияларын әкеліп жатыр. Әрине бізде өйтіп әлеуметтік желі жабыла қоймасын, бірақ дегенмен жеке бренд болған жағдайда адамдар сіздің жеке брендіңізге сенетін болса, ол сіздің продуктыңызге сенеді. Қарапайым біз iPhone телефон осы Apple компаниясынан негізі сатып алмайды екенбіз, оказывается. Біз Стив Джобстан сатып аламыз. Қарапайым Стив Джобсты танығандығымыз үшін сатып аламыз. Немесе қарапайым екі ресторан тұрады, екеуінде бағасы бірдей, қызметі бірдей, сервисі бірдей, алайда біреуінің сіз бағанағы основателінің, директорын танисыз да, и сол танитынға кіресіз да, қанша дегенімізге жақынырақ болып тұрады. Яғни адамнан сатып алады деген егер маркетингтік үлкен нәрсені алып қарайтын болсақ, бұл как раз таки жеке бренд 21 ғасырда өте үлкен сондай маңызы бар фактор деп есептеуге тура келеді. Жалпы бүгінгі керемет әңгімеге, сұхбатқа көп рахмет, Ықылас Тұрсынбекұлы. Аман сау болыңыз. Сіздерге де рахмет. Бүгін Кизет сайтына, бүгін осы подкастына көптен көп рахмет. Жобаларыңыз өркендей берсін, дами берсін. Әлі талай пайдалы ақпараттар, пайдалы интервьюлар бола берсін. Көп рахмет.